Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сүзбелі ватрушки рецептін ұсынамын. Ең алдымен жылы сүтімізге бір ас қасық ашытқымызды саламыз. Жақсылап араластырыңыздар. Және де дәміне қарай қантымызды саламыз. Барлық қажетті өнімдердің мөлшерін описанияға қалдырамын. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Бөлме температурасындағы сары майымызды 30 немесе 50 грамм қоссаңыздар да болады. Және де бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Сұйықтығымызға қажетті мөлшерде 400-450 граммдай ұнымызды салып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Енді қамырымызды жылы жерге ашу үшін қалдырамыз. Мінекей қамырым дайын болды. Енді қажетті көлемдегі бөліктерге бөліп, оларды дөңгелектеп алыңыздар. Дөңгелектеп алған соң 20-25 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Және формаларымызға салып, салмасына творог, қаймақ, қант және крахмал салдым. Жақсылап араластырыңыздар. Сосын стаканның көмегімен дәл көрсеткенімдей етіп, ортасын белгілеп шығасыздар. Және қамырларыңыз қатты көтермес үшін вилкамен тесіп шықсаңыздар да болады. 1-1,5 шай қасықтай салмамызды салып, ватрушкаларымызды дайындаймыз. Дайын болған ватрушкаларымызды жұмыртқаның сарыуызымен жағып, 180 градуста духовкада 35 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге және отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ыстықтай күйінде бетін сахарный пудра сеуіп шықсаңыздар да болады. Өте әдемі әрі дәмді. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.